Бүгін буын ауруының психосоматикасын айтқым келіп отыр. Бұл буын ауыратын адамдар алға бағытты өзгертуден қорқады, немесе бір оқиғаны адамды қабылдамаудан қорқады. Және өте қатты сынайтын тәкаппарлау адамдардың буындары ауырады. Және осы буын ауыратын адамдар өзінің сынақшы екенін, тәкаппар екенін мойындамайды. Мойындағысы келмейді, өйткені нәпсісі жібермейді, нәпсісі қаламайды. Бұл аурудан шығу себебі, қалай шығамыз? Яғни өзінің кемшілігін қалай бар солай мойындау. Мен тәкаппарлаумын, мен сынаймын адамдар деп. Бірақ біз сынайтындай, тәкаппар болатындай біз Алланың алдында кімбіз? Алланың алдында біз құлмыз. Сондықтан біз құл ретінде өз рөлімізде жүруіміз керек. Ешкімге шарт қоймай, ешкімді сынамай, мінемей, құл халінде көркем мінезді болып өмір сүру керекпіз. Буын ауыратын адамдар өздерінің мінезін көркем түрде өзгертіп жеткізген кезде, мінездерін өзгерткен кезде, сонда ғана ауруынан жазыла алады Аллахтың қалауымен. Өйткені буын ауру арқылы Алла тағала оған мінезін көркем мінезі болуға үйретіп жатыр. Сіздермен болған психолог, психосоматолог Гүлзира ханым.